Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың математика пәні 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы монеталар мен қағаз ақшалар. Бүгінгі сабақта монеталар мен және қағаз ақшалар мен түрлі төлем жасауды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма: көбейту мен бөлуді орында. 50 көбейтілген 2 немесе 5 ондық көбейту 2 тең болады 10 ондық немесе 100. 200 көбейтілген 3 немесе 2 жүздік көбейту 3 тең болады 6 жүздік немесе 600. 400 бөлінген 5 немесе 40 ондық бөлінген 5 тең болады 8 ондық немесе 80. 100 көбейтілген 5 немесе 1 жүздік көбейтілген 5 тең болады 5 жүздік немесе 500. 300 бөлінген 6 немесе 30 ондық бөлінген 6 тең болады 5 ондық немесе 50. 600 бөлінген 3 немесе 6 жүздік бөлінген 3 тең болады 2 жүздік немесе 200. Екінші тапсырма: Қазақстанның қай сандар жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің? Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз. Өсу ретімен 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Кему ретімен 20.000, 10.000, 50.000, 2.000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 теңгелігі бар екен. Үшінші тапсырма: 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге монеталарын пайдаланып 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз. Үлгі: 200 теңгеге қосамыз 200 теңге, қосамыз 100 теңге тең болады 500. 100 теңгеден 3 рет алып 200 теңгені қосатын болсақ 500 теңге. 200 теңгеге 200 теңге және де 50 теңге мен 50 теңгені қоссақ 500 теңге. 200 теңге қосылған 100 теңге, 50 қосылған 50, қосылған 50, қосылған 50 тең болады 500. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады? Енді шартын құрамыз. Май 500 теңге, кәмпит 200 теңге, нан 100 теңге. Барлығы неше теңге? Шешуі: 500 қосылған 200 қосылған 100 тең болады 800 теңге. Жауабы: азамат анасы екеуі 800 теңгеге сауда жасады. Бесінші тапсырма: есепте. 20 теңге қосылған 50 теңге тең болады 70 теңге. 100 теңгеден 50 теңгені азайтамыз, тең болады 50 теңге. 50 теңгені 2-ке көбейтеміз, тең болады 100 теңге. 20 теңгеге жақшаның ішінде 100 теңгеден 80 теңгені азайтамыз. Жақша жабылған. 100-ден 80-ді азайтсақ 20 теңге. 20 теңгеге 20 теңгені қосатын болсақ 40 теңге. 50 теңге азайтылған жақша ішінде 50 теңге мен 20 теңгенің азайтындысы. 50-ден 20-ны азайтсақ 30 теңге. 50 теңгеден 30 теңгені азайтамыз 20 теңге. 100 теңгені 2-ге бөлеміз, тең болады 5 теңге. Алтыншы тапсырма: салыстыр. 400 теңге мен 400 теңге тең. 500 теңге артық 300 теңгеден. 600 теңге артық 700 теңгенің 200 теңгеден айырмасынан. 100 теңге мен 900 теңгенің қосындысы артық 900 теңгеден. Жетінші тапсырма: суретке қара. 100 теңгені бірдей монеталармен қалай шығарып алуға болады? Мысалға, 50 теңгелік алатын болсақ, 50-ді 50-ге қоссақ, тең болады 100 теңге. Және 20 теңгелікті аламыз, 20 теңгелікті 5 рет қосатын болсақ, 100 теңге шығады. Әр түрлі монеталарды қалай шығарып алуға болады? Мысалға,
10 теңгелікті 5 рет алып 50 теңгеге қосатын болсақ 100 теңге шығады. 10 теңге қосылған 20 теңге, қосылған 20 теңге, қосылған 50 теңге тең болады 100 теңге. 8-ші тапсырма. 16 теңге, 27 теңге, 51 теңге, 56 теңге, 65 теңге және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады? Мысалға, 16 теңгені 1 теңге қосылған 5 теңге қосылған 10 теңге. 27 теңгені шығару үшін 20 теңгеге 5 теңгені және 2 теңгені қосамыз. 51 теңгені 50 теңгемен 1 теңгені қосамыз. 56 теңге шығару үшін 50 теңгеге 5 теңгені және 1 теңгені қосуға болады. 65 теңгеге 50 теңге, 10 теңге, 5 теңгені қоссақ шығады. Және 70 теңгеге 20 теңгелік пен 50 теңгелікті қоссақ шығара аламыз. Ойлан тап. 9-ші тапсырма. Дүкенде 3 литрлік минералды судың бағасы 200 теңге тұрады. Егер жалғастың 500 теңгелік 2 қағаз ақшасы болса, ол 9 литр суды неше теңгеге сатып алады? Сатушы оған неше теңге қайтаруы тиіс? 3 литр су 200 теңге. Жалғаста 500 теңгеліктен 2 қағаз ақша бар. 9 литр су белгісіз, қайтару керек неше теңге? Шешуі 500 теңгеден көбейтеміз 2-ге, тең болады 1000 теңге. 9 литр су 3-ке бөлінеді, 3 литр тең болады 3. 200 теңгені 3-ке көбейтеміз 600 теңге. Жарастың 1000 теңгесінен 600 теңгені азайтамыз, тең болады 400 теңге. Жарасқа 400 теңге қайтаруы тиіс. 600 теңгеге 1-2 доп және 1 секіртпе алуға болады. Қайсысы қымбат? Доп па әлде секіртпе ме? 2 доп 600 теңге, 1 секіртпе 600 теңге. 600 теңгені 2-ге бөлеміз, 300 теңге. 1 добымыз 300 теңге, 1 секіртпе 600 теңге. Допқа қарағанда секіртпе қымбат. Теңге сөзі түріктің денге немесе танга деген күміс тиындарының атауынан шыққан екен. Есімізге сақтап жүреміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.